Бүгінгі видеода досым екеуміз Қытайдың лапшасы дәмді ма әлде Кореяның лапшасы дәмді ме екенін тексереміз. Біз арнайы Қытайдың және де Кореян магазиніне барып лапшаларды алдық. Және де біз 5 бармаққа ұқсайтын лапшаны байқадық. И жегендегі реакциямыз айтамайм. Келесі видео тез шыққанын қаласаңыздар 153 мың подписчик немесе 3 мың лайк жинап тастайық. Видео өте қызық болды. Астта қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде бас кет. Ал біз видеоны бастаймыз. Йо-йо, баяқтарыңыз сәлем достар, сендермен әдетте мен Ердо және де менің жанымда Әділ. Баяқтарыңыз бүгінгі видеоны түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бүгін Корея против Қытай болады. И давай Әділ, қай мемлекеттің лапшасын талдағың келіп отыр? Мен сразу айтамын, мен Қытайдікін талдаймын. Ал сен қайсысын талдағың келіп тұр? Әрине. Көппі деген не ғой? Бопты Корея болады. Давай енді біз көп созбайық. Подписчиктер күттіріп қоймайық та, сразу бастайық. Ал сразу бастаған енді бесплатный нәрсе жоқ, қазір білесің. Не істеу керек сразу бастау үшін? Лайк басу керек. Лайк басып каналға жазылу керек. Ал біз кетіп бастаймыз. Так, тоқтайтын да бастамай тұрып айтып алайық. Кішігірім шартын түсіндіріп жіберейін. Короче, Қытайдан мен 3 лапша талдаймын. И Әділ Кореядан 3 лапша талдайтын болады. Потом барып сол лапшаларды ал келеміз да, каждыйымыз жеп көреміз. Енді бәрін жей береміз ғой. Енді общий бір ортаңғы баға шығарамыз да. И қай мемлекеттің лапшасы мощный екенін айтатын боламыз. Короче, все, енді түсіндіңіздер. Китайский магазинге келдік. И осы жақтан біз 3 китайский лапшаны талдап алатын боламыз. Давай, енді менің кезегім ғой бірінші. Так, бірінші мынаны көрмеген жоқ, мынаны аламыз. Аласашы. Мына чөзі. Мынаны лагман ғой бердің. Мына лапша ма, лагман ма? Лагман сияқты лапша ма? Мынаны алайық. Мынау не біле? Не біле? Біреудің шашы ма? Павлима не білемін. Павлима не білемін. Мынаны аламыз. Мынау. Қараш. Качуқ. Екеу болды. Мынаны алсамыз да. Мынау бір обычный сияқты болып тұр ма? Болды досын алсайық. Міне корейский магазинге келдік. И Әділ өзіңе қалаған 3 роллтынды ала бір. Ну, роллтынды лапшаны. Көзім негізі жүгіріп кетті ше. Неше түрлі заттар бар. Неше түрлі. И қайсыны аласың? Маған негізі нан түрі ұнайды. Аха, біреу. Маған түрі ұнап Давай осы. Короче, біз бағана лапшаларды алдық қой. И тағы да 1+1 деп па, бір әлі деп, короче, 3 лапша алғанбыз. Бірақ мияқта 5 лапша болып кетті. Не знаю, не болып кеткенін, но лимиттан шығып кетті, в общем, бір сөзден. Но все равно бәрін дәмін көретін боламыз, кеттік. Үйге келдік, және де міне алған заттарымыз былай болды. Мынау сол корейский заттар, мынау китайский лапшалар. Қазір суды дайындадық, и су піскен соң осы лапшаларды салып, потом барып каждый дәмін көріп, қайсысы ең үздік екенін көретін боламыз. Ал сіздер болсаңыздар лайк басып, каналға жазылып отырыңыздар. Кеттік. Вот уже біз бәрін дайындадық. Міне сулар дайын, міне 6 ыдыс, и потом барып мынау китайскийлар, ал міне мынаяқта корейскийлар. Болды достар, біз лапшалардың бәрін салып болдық. Енді сіздерге қазір кішігірім көрсетіп өтейін қалай болғанын. Короче, міне мынау бұл китайский лапшалар, и мынау үшеуі ол корейский лапшалар. Қараңыздар, корейский лапшада мынандай тік төртбұрышты домалақ бір нәрсе бар. Мыналар бар ғой. Мынау вообще лагман екен, қараңыздар. Лагман ғой мынау вообще. Ал мынау как обычно, бірақ мынаның білмеймін мынау не екен, қап-қара ема, короче, жестко болады. А китайский мынау как обычно мастер концепт, бірақ роллтын қарасаңыздар біраз жіңішкелеу екен. Мынаған келетін болсақ, тоже мастер концепт, бірақ та екеуі почти бірдей, и мынау ең ерекшесі. Мынау қараңыздар, қатқаған нан, короче, 5 бармақ, короче, мынаны қараңыздар, мына жерде тұз бар. Еще анандай бір салаттары бар, еще бір нәрселері бар. Ішінен уксус шықты. Короче, сол қазір құямыз да, и 5 минуттан соң. Бізге 5 минут, короче, сіздерге бірдемде. И көреміз не болады. Бізде лапша қайнап жатқанда сіздерге бір сұрақ қояйын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Кореяның лапшасы мощный ма, әлде Қытайдың лапшасы мощный ма? Комментке жазып кетіңіздер. Бізге оқыған өте қызық болады. Әділ. Ал сен қалай ойлайсың? Қайсың мощный деп ойлайсың? Мен Корея деп ойлаймын. Ой, мен Қытай деп ойлаймын. Өзіміз кінә қылған дейсің ғой. Ладно, короче, ал сіздердің қай мемлекеттің лапшасы күшті болатыны бізге өте қызық болды. Сондықтан астына түсіп комментке жазып кет. Кореянікі мощный ма, әлде Қытайдікі мощный ма? Кеттік, біз лапшаны күтеміз. Уже біздің лапшамыз да пісіп болды. Айтсын ба Әділ бәрін ашқанға? Жоқ. В смысле? Мына үшеуі китайский, а мына үшеуі
корейский. Вот. Опа, мына китайский қараңыздар. Ема, давай қасқа түрткөшті. Ема. Мынаны иісі келіп жатыр бар ғой. Бір ашты иісі келіп жатыр, прикиньте. Прям жестко ашты иісі келіп жатыр, мынаны қараңыздар. Мынау келесі емо. О, иә, Биг Бонға ұқсап тұр негізі. Блин, мына китайский екеу Биг Бонға ұқсап тұр. Енді қандай? Корейский, брат. Қап-қарасы ғой. Келесі. Лагман, что за лагман болды мынау? Сырой лагман. И соңғысы, опа, как обычно. Анау квадратиктерді бас көрші, жұмсақ болды ма екен? Иә. Соң босырықты ойдаймын көр. Түсініксіз, брат. Әділ екеуміз, қазір бүйтеміз. Именно бір мемлекеткі, мысалы, либо Қытай, либо Кореяның үш лапшасын аламыз да, жеп көреміз үшеуінде, екеумізде. И потом барып, примерно каждыйын дәмін көреміз да, и ортақ үшеуіне бір баға айтамыз. Үшеуіне бір баға. Потом барып, сөйтіп, екіншісінде сөйтіп жеп көреміз, ортақ бір баға шығарамыз да, и соңында қайсы мощный болғанын солай талдайтын боламыз. Қалай, түсіндің бе, Әділ? Иә. Келсесің ғой? Конечно. Жақсы идея, да? Иә. Міне біз Қытайдың лапшаларын үшеуінде қосай қалып кеп қойдық. Мынау кәдімгідей қазы қарта жалжай ау кетті. И мынау как обычно екі лапша қайсынан бастайық Әділ? Прям алтындағынан бастай бересің бе? Давай жек көр бірінші. Лапшасы енді нормальный, по сути. Бірақ айтарлықтай бір ерекше емес. Сорпасы біраз енді бір дәм басқаша болады шығар. Чуть-чуть ашылау. Ну, обычно лапшалардан біраз дәмді екен. Иә. Суын ғана көрейік. Суы да нормально ғой. Обычный лапшалардан дәмдірек. Жақсы, бірақ өте жақсы емес. Өте просто жақсы. Давай келесің бер. Давай мынаны береміз. Аман есен болсақ болды, главный ше. Мынау енді біраз басқаша ғой. Ненің дәмі шығады бір басқаша бір дәм шықты мынада. Прям слишком нормальный, да? Аха. Мынау енді жаман деп айта алмаймын, жақсы деп те жаман айта алмаймын, нормальный деп айта алмаймын. Әйтеуір бір түрлі болып тұр. О, сорпасы мынадан жақсырақ, отвечаю. Бисмилла. Қойшы, саған ұнады ма не? Иә, мынау күштірек адамнан қарағанда. Маған наоборот мынау біраз нормальный сияқты болды. Сорпасы мынадан бірақ аштырақ сияқты мынаның. Жоқ. Сорпасы дәмді, иә? Дәмді да? Вот, сорпасы дәмді кәдімгідей. Лапшасы маған ұнамады. Мен үшін брат мынау күштірек анадан қарағанда. Қойшы. Иә, мынау күштірек ұнады. Давай енді ал біз мынаны көретін боламыз. Осыны Әділ көреді. Ема, қалай болады деп ойлайсың? Кәдімгі беш бармақ қой мынау. Беш бармақ қой өзі. Мощно. Қойшы. Иә. Зор ма? Зор, иә. Қойшы, ұнады ма саған? Бірақ та уже Ашытылау ашытылып келатыр, иә. Сорпасын енді көп алмай қойын бірақ. Кішкене ғана. Жоқ, хотя қатты ашты емес екен. Болады. Дәмді брат. Ерекше. Екеуінен дәмдірек па? Дәмдірек, иә. Давай көрейік Әділдің айтқаны шын ба, өтірік па? Ойбай, бісміллә. Қалай? Әдемі. Точно білем. Мынау бар ғой? Мына екеуіне қарағанда по-любому тойымды. Ну иә, енді ол точно. По-любому. Мынау басында біз салғанда бәртаңыз естеріңізде шығар, кішкентай болып тұрып еді, мынау уже көбейіп кетті, прикинь. Кәдімгі дәу болып кетті. Мынау сорпа ғой. Иә, айтып жатырмын ғой. Қойды бір жылқының сорпасы ғой, тура сондай. Бірден 10-ға дейін қандай баға айтасың үшеуіне ортақ? 8 қоямын. Енді не дейміз, енді жастардың айтқанына қосыламыз, мен де 8. Уже корейский лапшалар келді. Ал енді Әділ, не дейміз, бастай бер. Бастау керек енді. Иә, бастай бер. А мен бастайын ба? Иә. Лагма. Жоқ, оны соңына қалдырсай. Неге? Сол. Қызық үшін. Давай, обычный лапша. Бисмилла. Лапшасы былай обычный, по сути. Так. Дәмді бірақ, нашы. Бірақ та түсініксіз. Сорпасы күшті екен. Бисмилля. Ну, вообще обычный лапша. Иә, лапшасы обычный, иә. Не біліп мынау? Паблимы не білемін. Ал енді сорпасы? Сорпасы сол
бір анандай овощтан жасалған сорпа сияқты болып тұрмаған ше. Ну давай келесің көрейін. Иә, әділге ұнайтын мына қара сорпаны көретін боламыз. Бісміллә. Бір африканец жұтып алғандай болдым. Айтшы, дәмі қалай болды? Қалай болып кетті? Тісіммен күте тұр, суын ішіп көрейінші. Вкус негра ма? Африканецсің дәмі. Қайда білесің оның дәмі екенін? То ли нормально, то ли жаман, білмеймін әйтеуір. Средний, короче. Негізі қорқыныш жоқ бір негізінде. Маған бір ту жетіспей ма? Бір нәрсе жетіспейді, иә. Дәмді? Жоқ. Көрсейді ғой. Жоқ, қалай? Кәдімгі горох екен обычно. Неге ұқсайды екен, ана рамендар болады да? И мысалы анау кафелерде. Не алып келеді мынандай кішкентай ыдыста соевый соус. Қалағанша өзің қоса бересің. Тура соның дәмі шығады. Иә. Ойлағаныңа жеттің, иә. Әлі босық болып тұр ғой. Чё, қалай? Мощный ма? Мощный мынау, брат. Мынау екеуі қалып қалды ғой, брат. Қош. Просто қалып қалды. Суын. Сорпасы да мощь, брат. Қош. Екеуі қалып қалды, жігіт жайып. Сықтыр жүрді, әкеш көрейінші. Бісміллә. Тураның Қытайдың немнесіне ұқсайды ғой? Скумбрийдің дәмі шығып жатыр маған ше. Иә, скумбрияның дәмі шығып жатыр, иә. Мынау балықтың дәмі ғой. Балықтың сорпасы маған Ұнамай ма не? прям ұнамайды деп қоймаймын енді. Болады нормально, бірақ жақсы көретіндердің қатарында емес та. Общий оценка қанша қоясың әділ? Не, мынау прям мощный болып тұр да. Бірақ анау екеуі обычно болып қалды негізінде. Қатты бір ерекше емес. Сондықтан орта бағасы бір 8 болды тоже. Тоже 8? А прикинь, менің жауабым қандай болады деп ойлайсың? Қандай? Тоже 8. Мына екеуі как обычный лапша сияқты да. Ал мынау біраз ерекше, біраз тойымда әдемі, басқаша әдем. Китайский лапша да сондай. Екеуі бірдей болды. И біреуі мынау сияқты ерекше бір дәм берді. Біз мына жерден конкретно қайсы мемлекеттің лапшасы мощный екенін айтамадық. Сіздер де сондай лапша үй жақтарыңызды сататын болса, сөйтіп жеп салыстырып көріңіздер. Потом барып комментке обязательно жазып кетіңіздер. Енді әділ қай мемлекет жеңгенін таба алмаған соң, давай былай істейік. Короче, осы комментке неше адам корейский лапша дейді, неше адам китайский лапша дейді, соның бәрін есептеп, қайсыныкі көп болады и сол жеңеді. Келісесің ба? Давай келісемін. Қай мемлекетке ең көп болады комментте, сол жеңеді. Келістік па? Келістік. Қай мемлекеттің лапшасы дәмді деп ойлайсыздар, комментке соны жазып кетіңіздер. Надеюсь, осындай видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер ұнайтын болса, обязательно лайк басып каналға жазылып кетіңіздер. Осы уақытқа дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Сіздермен әдеттегі болған мен Ерді, Әділ. и барлықтарыңызға Давайте.